кыдырууга келдик. Мама, салем деп коюңуз. Салем. Папамызды күтүп турмуз. Папамыз осунда шакырды. Адемі күннің батуы. Сонада күн әдемі батады. Басқа қаларды білмеймін енді. Папамыз келді. Үш қатар поколение. Менің баласы, оның баласы, мамасы. Мақтөбе, Румыйға келіп жатырмыз. Папамыздан қандай план десем, білмеймін дейді. Біздің кешкі кетті. Әкесінің алдында отыр Ғалекесі. Ғалекесі ғой. Әкесі көтеріп көрсеткісі келіп жатыр. Күшті ме екен Ғалеке? Қарайды қызығып машаға. Не қандай үлкейлене Ғалеке. Қошақаны, қаны, қошақаны, қошақаны, қошақаны. Біз күшті уақыт өткізіп келдік. Енді мамадан сұрақ жауаптар аламын. Келесіз бе деймін бе? Сұрақтар аламын. Бірінші сұрақ мынандай. Тоқтаңыз, мен дұрыс бастамадым. Басамаса жүрейінші. Тағы да кеш жарық. Біз мамамен күшті күн өткізіп келдік. Енді мамадан сұрақ жауап алғым келіп кетті. Бірінші сұрақ. Ұлыңыз үйленем дегенде қандай реакция болды? Ой, конечно, керемет сезімде болдық біз. Осы ол кезде ұлым жаңа Астанада жұмыс істейді ғой. Бізге Қарағандыға келіп, үйге бір күні. Осыдан 2 жыл бұрын мен үйленетін болдым деп айтқанда біз есіміз шығып, қалай, қай жақтан деп сұрап нетіп жатырмыз ғой енді. Қуанып келісімізді беріп, сөйтсем мен Жаннұркам Ақтөбенің қыз баласы деді, бірақ өзі Алматыда оқып жатыр деді. Мен ұлым енді Қарағандыда, өзі Астанада оқып жатқан, жұмыс істеп жатқан кез. Конечно, қарсылығымызды білдірген жоқпыз, қуандық. Содан соң құдалармен кездесейік деп шештік. Сол Түркістан қаласына барып кездесіп, сол кезде бірінші рет Жаннұрка қызымды көріп, жақсы сезімде болды, қуанып келісімізді беріп, сөйтіп балаларымыз үйленді. Кандидатураны қабылдадық десеңші. Кандидатура қабылдадық. Мына сұрақ қойайыншы. Мысалы, үйленем деген кезде сіздерге күтпеген нәрсе болды ма? Әлде сіздер күтіп жүрдіңіздер ме? Қашан үйленеді деп мысалы? Әрине күтіп жүрдік қой біз. Күтіп жүрдік уже. Төрешкама жақсы бір инабатты, инабалы бір қыз бала кездессе екен деп Алладан тілеп жүрдік қой. Сол арманымыз орындалды. Аллаға сансыз шүкір. Сіздерге, значит, неожиданно болған жоқ та? Жоқ, неожиданно болған жоқ. Енді әйтеуір бір үйлену керек қой. Соны өзіміз күшті арманымыз орындалды деуге болады. Келесі сұрақ мынандай. Ене болған қандай екен? Ене болған жақсы екен. Иә, өзімде енді жаңағы Алла берген 2 ұлым бар ғой. Өзі қыз баланы армандап сөйтіп жүретін. Аллаға шүкір, енді келінім емес қызым деуге болады. Жаннұркамда. Аллаға шүкір. Сондай бір сезімдеміз, қуанышты. Күшті. Андай ене болған не шығарды? Жаңағыдай бір статус қой ол да. Иә. Ана деген бөлек, ене деген бөлек қой енді ол да. Иә. Күшті да, қызық. Андай сәлем салып қой, сәлем салып бар ғой бізде Ақтөбеде. Сол мен де айтып отырмын, келгенде сәлем салып. Ол сол кезде қандай сезімде болдыңыз мысалы?
Сіздер жақта ондай жоқ? Бізде Қарағандыда ондай жоқ қой. Біз сәлем салғанда жаңағындай өзіміз күтпедік енді, әрине. Бірақ енді ол өте тәрбие деп мен есептеймін. Жаңағындай дұрыс деп айтамын, тәрбиеге жаңағындай бақытты болсын деп батасын беріп жатады екен. Ұлтап деп. Ұлтап, өсіңдер деп жақсы жаңағы үлкен кісілердің батасын беріп жатады екен. Ол да дұрыс деп есептеймін. Күшті. Енді мындай сұрақ. Жаннұр сізге қандай келін? Аллаға шүкір. Қуанып отырмыз мына осы уақытқа дейін Жаннұркамды Жантөрем таңдағанына, Жантөремнің өзін жаңағы өзін енді таңдағаны ғой. Жаңағы мінезін не қарап Жаннұрканы ұнатып өзі. Неткені Аллаға шүкір біз оны қабылдадық. Ризамыз Жантөрешкама. Жаннұркадай бізге қызымызды алып келгеніне. Рахмет. Бірақ мамаларға мен почти келін болып қатты жарытпадым десе де болады. Біз бірден кетіп қалдық қой Астанаға. Жоқ, неге енді? Жұмыс болғаннан кейін, конечно, ол мен Астанада жұмыс істегенде оны да түсінеміз. Ой, рахмет. Біз әйтеуір Қарағанды жақын ғой, келіп тұрамыз. Келесі, енді ұлдарыңызға қатысты сұрақтар. Мындай сұрақ. Жантөре сияқты, то есть мен жолдасым сияқты деп па, сондай күшті перзентті қалай тәрбиеледіңіз? Енді ұл балалар өзі еркін айта алатын сондай балалар ғой, енді ұл балалар ойын айта алады. Өздері сол қыз бала сияқты емес енді. Олар өз шешімін өзі қабылдайтын балалар. Мен Жантөрешкам, например, 5-ші класстан бастап жаңағы Қарағанды қаласына барып Нұрмақовқа оқуға түсем деп, соған өзі біліммен ол кезде есеп шығарады ғой, жаңағы математиканы 30 сұрақтың 30-ына жауап беріп сөйтіп өткенмін. Содан жаңағы қалды сол жақта оқуға. Бір аптадан кейін енді біз жиі келіп тұратынбыз. Бір аптадан кейін келсек, Жантөрешкам кішкене ренжіп, үйренемай, бізбен кеткісі келді. Бес оқитын бала дейді, 10-дарда. Кішкентай ғой. Ол басында сонда барам дегенде мен өзім жылап, ол кезде Шет ауданында тұрамыз. Қимай баламызды кішкене сондай болды, қобалжу. Одан кейін Жантөрешкам жаңағы барып, бір аптадан кейін жаңағындай нетіп тұр, сосын әкесі қайрап, оқымайым, қайтам деген сияқты үйренемай. Содан әкесі қайрап, жоқ, сен неге оқымайсың, ертең өзіңнің болашағын, бұл жерде білім аласың, етесің деп, сен оқи аласың деп, өйткені мектепте жақсы оқыды ғой беспен. Сөйтіп қайрап қалған. Содан өкінбейміз, Аллаға шүкір. Мына одан кейін Нұрмақовтан бітіріп, қазақ түрік лицейінен не түсті ғой келесі жылы. Содан оқып, одан кейін бітіріп, білімнің арқасында жаман болған жоқ, Аллаға шүкір. Одан кейін Назарбаев университетін бітірді, Аллаға шүкір. Міне сөйтіп баланы ұстамау керек екен. Еркін жіберу керек екен. Білім болса бәрі болады. Міне өзі шешім қабылдайды Жантөрешкам, Аллаға шүкір. Міне өзі самостоятельно өзін шешім қабылдап, сарысамыз, Аллаға шүкір өзі. Ісімен жүргеніне. Сосын жаңағыдай қайтам деген кезде жаңағыдай мейірімге салып кетпей, шамалы қайрау керек. Әкесі сөйтіп қайрап қалдырды. Әйтпесе ол да бір не ғой? Алып кеткің келеді, мейірім басып тұрады ғой. Біз ана кішкене нетіп тұрамыз ғой. Оған жоқ оқу керек деп. Дұрыс. Сондай менен қалдырдық қой. Күшті. Келесі сұрақ мындай. Сіз мысалы 2 ұлыңыз бар ғой. Ұлдардың анасы болу қандай? Жақсы. Басқаша енді. Ұлды балалар басқаша енді. Қыз балада емес, ранимый болмайды балалар. Ренжіп қалмайды, өз шешімдерін өздері қабылдап жүре береді енді ұл балалар. Жеңіл сияқты меніңше ұл балалар. Келесі сұрақ енді немереге қатысты. Сіздің әжелік статусына қатысты. Мана ең бірінші енелік статусына қатысты болды, одан кейін аналық статусыңызға қатысты болды, енді әжелік статусыңызға қатысты. Алғаш немерелі болатыныңызды естігенде не сездіңіз? Ой, оны естігенде керемет сезімде болдық қой. Жаннұркам келіп айтып бізге. Солай деп мен УЗИ-дан өттік.
солай кішкентай эле болатын болдук дегенде кубанып биз Караганды каласына келдиңдер Иә, келіп Мындай эсиме чыгып биз кубанып өзү Алладан сурап жүрген биздин ыстык немеремиз Аллага сансыз шүкүр деп атырмыз ошо кунчагыбыз калымыз өсө өмүргө келгенине кубанып атырмыз. Жүмей шыдамай есімде анау қолымды да жумастан шешінбестен есімде ма сумканы бірден ашып жібердім да міне деп бұрында өзіміздің достарымыз айтасын немере деген ыстық болады дегенде деп осылай ойланып енді өзің немерем болмағаннан кейін білмейсің ғой қазір енді действительно сондай сезімде екенсің немере деген қатты ыстық болады екен айтады ғой баланан да қатты ыстық болады деген рас екен тура саған маған ғалымнан ыстық ешкім болмайтын сияқты немере болмайтын жоқ ертең сондай сезімде боласың қатты сағынады екенсің сол Қарағандыдан жиі келіп тұрамыз сол немерені иіскеу үшін көру үшін Аллаға шүкір сол ауырмас екен деп Алладан тілейсің дұға тілейсің аман болса екен деп күшті енді мынадай сұрақ әже болу мен ана болудың айырмашылығы енді ана болу басқаша енді балалармен енді айтып тұрмын ғой жаңа өзің өсіресің иә өзің өсіресің бағасын соны айтады ғой кішкентай кезінде бәрін өсіріп бағып қақтың бірақ ұмытып қалатын деп өтіп кетеді енді балалар өскеннен кейін ғана фотолардан көріп есіне алып отырасың мынандай болыпты ғой мынандай болыпты ғой өтіп кетеді екен уақыт жылдам тез қазір есімізге түсіп отырмын альбомнан да қарап фотоларынан қарап және әже болған кезде сол ана болғаныңызды қайтадан фидбек болатын сияқты то есть қайтадан есіңізге түсетін сияқты иә мен де осындай ана болғам деп осындай болды ғой кішкентай болды ғой деп ұлдарым кішкентай натурашка кішкентай болды ғой қазір қандай деп содан бірнені айтып кеткім келіп отыр осы Жантөрем менің үлкенім ғой Жантөрем сосын Ерасылым одан кейін 6 жыл арасы Жантөрешкемнен кейін 6 жылдан кейін Ерасылымды тудым кішкентай кезінде сол еркелетіп Ерасылға бүкіл внимание нетіп кеткенбіз ғой енді бір күні Жантөрешкем сөйтіп қарап отырып айтады өскеннен кейін оны да жақсы көрмей кетесіңдер деп сол есімізге түсіп ой неге сені жақсы көрмейміз құлыншағым сені де жақсы көреміз деп сөйтсем сол біз ана кішкентайда еркелеп кеткенбіз ғой енді видимо Ерасылымды онда анасын іздеп қалды ғой иә іздеп қалды ғой негізі балаларды бөлмейсің ғой иә просто соған да мән беру керек екен сөйтсем о құлыншағым неге сені жақсы көрмейміз сені де жақсы көреміз деп сөйтіп жатырмыз кішкентай болып не үлкен болып не ата анаға бәрі балалар ыстық қой иә күшті құлындарым солардың аманшылығын тілейсің солар бақытты болса екен дейсің солар ауырмаса екен дейсің иә тек қана солардың қуаныштарын қызықтап жүре берейік иә әумин осымен менің сұрақтарым аяқталды тыңдағандарыңызға рахмет соңына дейін күндеріңіз сәтті өтсін сау болыңыздар сіз тағы бір нәрсе айтқыңыз келе ме болдыңыз ба болды айттық енді жақсы сау болыңыздар сау болыңыздар